отыра қойыңыздар. Так, бүгін біздерде ерекше сабақ. Көңіл күйлеріңіз қалай? Олай болса сабағымызды бастайық, иә? Түгелміз бе сыныпта? Кезекші бе? Су және азайту деген тақырыпты аяқтадық. Солай ма? Кеше аяқтап, тақырыбымызды аяқтадық. Енді бізде келесі амал, қандай амал? Көбейту амалы. Қарай. Балалар, әуелі сабағымызды бастамас бұрын, бірінші, сіздер өткен тақырыпты қалай меңгердіңіздер, қалай меңгерген екенсіздер, соны бағалайық. Балалар, сабақты бағалау жүйесі, яғни 1-ден 10-ға дейінгі баллдық жүйемен бағаланады. Білесіздер ғой, өздеріңіз. Қазір ана жерде әрбір орындаған ұпайларыңыз, тапсырмаларыңыз үшін ұпай жинайсыздар. Түсінікті ғой, сондықтан да дұрыстап жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Тақта қарайық. Өткенді қайталап, үй тапсырмасы сіздерге барлық тақырыпты оқып, қайталап, дайындап беріңіздер деп айттым, солай ма? Соны өткен тарау бойынша есімізге түсірейік те, қазір берілген тапсырмаларды орындайық балалар. 3 қатардан бір оқушыдан сұрайым, жауапты. Егер дұрыс жауап берсеңіздер, 1 ұпайдан аласыздар. Түсінікті ғой? Алдарыңызда оқымысты роботтың берген тапсырмасын орындайық. Бірінші балалар, сіздерге мынадай тапсырма берілген, осы тапсырма дұрыс па, бұрыс па анықтаймыз. 3 қатардан бір оқушы. Айта ғой, тұрып орнынан. Айта ғой. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Қазір қараймыз. Сіздердің жауаптарыңыз. Бірді қалай аламыз? 1-дің орнына неше деген бөлшек аласыздар? Кім жауап береді есептің жауабы? Дұрыс па, бұрыс па? 1-дің орнына қандай бөлшек аламыз? Айта ғой. Ол шештесіз. 1-дің орнына 5. Аз айтқанда сонда мына жауап дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Айта ғой, көркем. Жауап дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Так, неше шығу керек жауабы? 1. Кеттік арғарай. Келесі көркемге 1 ұпай, Кеттік. Келесі дұрыс па? Кім айтады? Кім? Үшінші қатар. Кім айтады? Айта ғой. Дұрыс па? Бұл есеп дұрыс. Дұрыс. Бүтіннен бүтінді, бөлшектен бөлшек неседі? Аз айтамыз. Жауабы дұрыс. Жансерікке 1 ұпай. Кеттік арғарай. Келесі натурал, яғни аралас санды натурал саннан азайту. Дұрыс па? Дұрыс. Жігерге берейік, 1 ұпайды. Көбісің дұрыс жауап беріп отырсыздар. Қайда жігер, қайда? 1 ұпай. Ал кеттік балалар. Олай болса, келесі амал қандай амал? Көбейту амал. Мұқият тақтаға қарайық, видеороликпен танысып алыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді көбейту, аралас сандарды көбейту. Жай бөлшектерді көбейту. 12-ден 4-ті 20-дан 8-ге көбейтеміз. Бірақ бөлшектерді қысқартпай, алымын алымына, бөліміне көбейтеміз. Тағы бір рет 12-ден 4-ті 20-дан 8-ге көбейтейік. Бірақ осы жолы бөлшектерді алдымен қысқартылмайтын бөлшекке дейін қысқартып алып, көбейтуді орындаймыз. Қарауым. Бірінші қарауым, сосын жасасына. Балалар бүгін. Жақсы. Балалар бер қараймыз. Олай болса, балалар бүгінгі сабақ қысқаша 1-2 мысалмен түсіндіріп өтейін сіздерге, мұқият түсінікті болу үшін. Біздің сабағымыздың мақсаты тақырып жай бөлшектерді көбейту, аралас сандарды көбейту. Солай ма? Мақсаты жай бөлшек натурал санға қалай көбейтіледі, соны білуіміз керек. Жай бөлшекке қалай көбейтеміз, аралас сандарды қалай көбейтеміз. Соны меңгерсек, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жетеміз. Түсінікті ме? Балалар, мысалы, қараңыздар, жай бөлшекті натурал санға, мысалы, В-дан А деген сан сол күйінде жазылады, мына натурал сан алымына барып көбейтіледі.
Түсінікті ма? Мысалы 3-тен 4-ті 2 деген санға көбейттірек. Бөлімі 3-ті сол күйінде жазып қоям. 2-ні қайда көбейтеміз? Алымына бар көйткенше бат? 8. Мына шыққан бұрыс бөлшекті аралас санға не істеуіміз керек? Айналдырымыз неше бүтіннен келеді? 2 бүтін 3-тен 2 түрінде жазады. Келесі, жай бөлшекті В-дан А деген жай бөлшекті С-дан Д деген санға көбейту үшін алымына көбейтіліп, алымы болып жазылады, бөліміне көбейтіліп, бөлімі болып жазылады. Егер де қысқаратын жағдайлар болса, оны не істейміз? Қысқартамыз. Мысалы, 3-тен 4 көбейтілген 2-ден 6 деп алсам, менің жағдайымда мен бұлай да жазып қоймауат, 6-дан 24 деп жазып қоймады. Ал біздің жағдайымызда алым мен бөлім қысқарады. Солай ма? 6 мен 3 неше қысқарады? 3-ке қысқарады. 3-ке неше бөлгенде неше шығады? Соны жазамыз. Түсінікті ма? 3-ке бөлеміз. 1, 6-ны 3-ке бөлеміз. 2. 4 пен 2 2-ге қысқарады. Солай ма? 2-ні 2-ке бөлеміз. 1, 2. Енді алымға бөлімге көбейтіліп, бөлім болып жазылады. Түсінікті ма? 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4, мынада 1. 4-ті 1-ге бөлсек сірада 4. Енді көбейтеміз, аралассанды қалай көбейтеміз? Мысалы, 3 бүтін 5-тен 1-ді көбейтейік 4 деген санға. Міндетті түрде жаңа видеода айтқандай аралас санды бірінші жай бөлшекке не істеп аламыз? Айналдырып аламыз. 5-тен неше болады? 3, 5-ке көбейтіліп, 1 қосылады. Неше? 16 көбейтілген 4. 4 қайда көбейтіледі? Алымға. Егер мына 4 бөлімдегі санмен қысқаратын болса, қысқартып жіберуге болады. Ал біздің жағдайымызда ол қысқармай тұр. Солай ма? Онда не істейміз? Алымына апарып 4-ті көбейтеміз. 4-ті 16-ға өткен неше болады? 64. 64, 5-тен 64-ті жай бөлшекке айналдырып жібереміз. Түсінікті ғой, ары қарай аралассанға да дәл солай көбейтеміз. Мысалы 2 бүтін 3-тен 1-ді көбейтейік 1 бүтін 4-тен 2-ге деп алайын. Онда мынаны айналдырасыңдар, мынаны жай бөлшекке айналдырасыңдар. Екеуінде 3-тен 7 болады, дұрыс па? Көбейту 4-тен неше? 6. Енді менің жағдайымда қысқаратын бөлшек бар ма? Сандар бар ма қысқаратын? 6 мен 3 нешеге қысқарады? 3-ке қысқарады дейміз. 3-ке бөлгенде 1, 3-ке бөлгенде 2. 2 қайда көбейтіледі? Алымға 7-ге неше? 14, 1 мен 4 көбейтіледі. Ары қарай шыққан бөлшекті аралассанға не істейсіздер? Айналдырасыздар. Неше бүтін? 3 бүтін 4-тен 2 түрінде жазылады. Түсінікті ғой, тақырып осы. Олай болса балалар, келесі тапсырмаларды орындаймыз. Алдымен күннің жатын тақырып жазып қойдық қой. Олай болса, келесі тапсырмаларды орындайық. Түсінікті ме? Қарайық енді. Бірінші, мына жерде кітаптар берілген. Осы кітаптар таңдау арқылы есеп шығарамыз. Орнымыздан шығарып отқан оқушыларда бағаланады, тақтаға есеп шығарған оқушыда бағаланады. Түсінікті ме? Кел бастай қой. Еш қатардан еш оқушы. Орнымыздан шығарамыз да, біреуін таңдаймыз. Жаза бер, кел. Келе ғой. Екінші қатардан. Қайда? Біреу ғой. Мен түркеге. Келе ғой. Кел таңдап. Балалар тақтада көріп отырсыздар ма? Есептерді шығарып айта беріңіздер. Мен тексере берем. Түсінікті ғой, Келе ғой. Екі сиясыңдар ма? Семейсіңдер ғой, как етеді? Орнымыздан шығарып тексерте берсеңіздер, опай жинайсыздар. Үш опай. Қазір бағаларын шықпай ғой. Сонда Қонышбек айналдырамыз. 3-тен неше болады? Не істейсің? Көбейтіп, бірді. Осы 3-ке бөлесің. 1, 6-ны 3-ке бөлсең, 2. Сен сонда бөлімден неше қалды? 5, алымында 7 мен 2-нің көбейтіндісі неше? 10? 14. Жаз. Үстіне 14, астына 5. Қайсы кел? 10. Дұрыс болды. Ай көркем шығартты. Орнымыздан шығартатын. Тәмір сіздердің қалай түсінген? Енді балалар, келесі тапсырма сіздерге жұптық тапсырма беріледі. Жұптасып орындаймыз 2-2-ден. Функционалдық сауаттылыққа байланысты мәтін есептері беріледі. Түсінікті ғой, осы есептерді жұптасып шығарып
маған көрсетесіздер. Үшеуің шара қойыңдар, иә? Сантиметр квадраттың периметрін табыңдар. Ол үшін Бір қабырғасын алып, нешеге өте қоясың? бір қабырғасын алып, Нешеге? 2-ге көбейтемін. Неге 2-ге? Квадрат неше қабырғасы бар? 4 қабырға. Нешеге өтесің сонда? Сен бәрін қосып қойыпсың. Нешеге өте қоясың? Тыңдайық, балалар, қалғанымыз, тыңдайық. Айдана сәнді кілем соғып жатыр. Ол кілемнің ортасына квадрат пішімді өрнек салмақшы. Өрнектің қабырғасының ұзындығы 4-тен 3 метр. Айдана сол өрнектің ауданын есептеп ортасына сәйкес мата кесіп алуы керек. Не істедіңдер? 4-тен 3-тің көбейтіндісін 2-ге көбейтіп 2-ге ма? уақыт 40 минут бөледі. Оның 4-тен 3 бөлген жүгіруге, ал жүгіру уақытына 3-тен 2 бөлген айналма жолмен жүгіру арнайды. Мадина айналма жолда қанша минутта жүгірді? Не істедіңдер ол үшін? 40-ты көбейтемін 4-тен 3-ге, 4-тен 3-ті көбейтем 3-ге 2-ге, 4-тен 3-ті 3-тен 2-ге. Так, дұрыс. Мына қысқартып жіберіңдер. Так, есептерің дұрыс болыпты. Бір таба бәлішке 2-ден 3 кесе ұн қажет. Бірақ ол 2-ден 1 таба ғана бәліш пісірмек болды. Аяжанға қанша кесе ұн керек? 3-тен 2 мен 2-нің 1-дің көбейтісі 6-дан 2, ол 2-ге қысқарады. 3-тен 1. Аяжанға 3-тен 1 кесе ұн керек. Дұрыс, өте жақсы. Әдемі болады. 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі сіздерге. Бірінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз. Мына жерде есіктен шығасыңдар ғой, жүрген кезде әрбір жерде кедергілер бар. Сол кедергілерден өту үшін мына есептердің жауабын шығарасыздар. Маркерді алыңыздар да жауабын тең болатын қаса жасай беріңдер, иә? Өзін тексеріп шығамын. Старттан бастайсыздар. Мына есеп ортаға жақындандар. Мына старттан бастайсыздар. Дұрыс жауап болса, мына дұрыс болса, былай қарай жүресіңдер. Мынау дұрыс болса, былай қарай, мынау дұрыс болса, былай қарай жүресіңдер. Соңына дейін барасыздар. Маркерді алыңдар да, бүйтіп жүре беріңдер стрелкамен, иә? Қазір беріп маркер. Так. Амандос Әмина. Болғандар, Қарақұм мектебінің суреті. Егер де есептер дұрыс шығарсаңыздар, менің сурет шығады. Қарақұм мектебінің суреті өте жақсы құрастырдыңыздар. Сіздерге де сұрау арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Қараңыздар. Бірінші тапсырма. Бөлшекті натурал санға көбейту үшін не істейміз? Жоламаймыз. Кім айтады? Бірінші мына танысып алыңдар. Ережесі. Бөлшек. Айта ғой, Мұратбек Саят, айта ғой. Не істейміз? Так, қосу керек па, көбейту керек па? Көбейту. Қосу, көбейту. Қай жауап дұрыс? Так, жауап дұрыс. Келесі. Екі бөлшектің көбейтіндісі. Бөлшекті бөлшекке көбейткенде не істейміз деді мана ереже. Айта ғой, Альбина. Не істейміз? Так, жоламаймыз. Бұл жерде оқып танысып алыңдар бірінші ереже бойынша. Бірінші не істейміз дедім, аралассаңдар. Бірден қысқартып жібереміз дедім бе? Жоқ, әуелі не істейміз? Айта. Тұр, аяр орнынан тұр. Аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазып, бөлшекті бөлшекке көбейту керек. Так, бөлшекті бөлшекке көбейтуді орындау қажет. Қай жауап дұрыс? Дұрыс оқыңдар. Үшінші жауап. Аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазып аламыз да, кәдімгі бөлшекті бөлшекке көбейтуді істейміз. Орын Әмина. Дарын 6 ұпай, Қуанышбек 6 ұпай, Жігер 7 ұпай, Кәусар 9 ұпай, Нұрғанат 6 ұпай, Әлинұр 3 ұпай, Мүслима 3 ұпай, Мирас 7 ұпай, Көркем 10, Айкөркем 10, Марат Саят 5 ұпай, Жансерік 10, Мұратбек Саят сіздерде 8.
Так, келесі Аяру, 6 ұпай, Альбина, 6, Сатвал Дамина, 6 ұпай, Дамир, 5 ұпай, Нұрдаулет, 9, Ибрахим, 3 ұпай, Бейбіт, үшеуі жоқ, 7 ұпай, Раяна, 5 ұпай. Назым сабақта жоқ. Түсінікті ма? Первойлар. Рефлексия. Бір бөлеп. Бір бөлеп шығып, баста қойыңыздар. Түсінікті болса, түсінікті, сұрақтарым бар болсын. Бар. Так, бір рет басыңдар, балалар, қайта айтып баса бермеді. Қайта кетіп қалды ма? Қалай тақырып бәріңе түсінікті болды ма бүгінгі сабақ? Сұрақтарың бар ма әлде? Балалар, сұрақтарыңыз бар ма? Олай болса үйге берген тапсырма 379 есеп.